Аналардың өзінің жанайқайы, Енді ол өзінің заңды талабы деп ойламайсыз ба? Жоқ, ол ананың біреу ұйымдастырды, біреу құлағына сыбырлады дегенмен ол ананың көз жасы жанайқайы ғой. Сен бір баланың сұрағын қоймайсың, бауырым. Не баланың сұрағы? Ол аналарды киіндіріп кім әкелді? Айтшы. Үстеріне қызыл әріппен жазу жаздырып кім әкелді? Ол аналар өздері істеген жоқ қой. Логикалық тұрғыда ойлап қарашы. Артында яғни ұйымдастырған бір күштер бар. Иә, ол проблема бар. Ана баласының өлігін жаңа цинковый гробпен алу, оның бар әрине трагедия. Көңіл айтам, мен өзім азамат тұрғыда. Мен де әскерде қызмет еткен. Мен де білем бұл. Бірақ әскерде бізде әлімжеттілік ондай жоқ. Өйткені біздегі әскердегі қазір әрбір рота, әрбір взвод, әрбір батальон, ол әрбір жыл призыв бойынша жасақталады. Оның ішінде біреуі жаңағы бір жыл бұрын немесе біреуі жарты жыл бұрын келген деген әскерге алынған деген ондай қазір жоқ. Бірақ еркек азаматтар жүргеннен кейін әрине болады ғой. Өзіңді жаңағы бір жерге барып жолдастарыңмен отырсаң кикілжіңге барасың ғой. Барасың. Сыра ішіп отырып барасың ғой, қойсаңшы сен. Онда сыра ішпей ақ қой жерде есік алдында бір жерде бір сөздерге келіспей қаласың. Сол сияқты жағдайлар болады. Онда яғы былай айтқанда қалай шындықты қоғамда бар шындықты жаңағы бір топастықпен қабылдауға болмайды. Қоғамда бізде бар проблема. Әскерге қатысты бәрі проблема бар. Онымен айналысу керек. Қорғаныс министрлігінің тиісті салалары, қорғаныс министрлігі бола ма, СГО бола ма, басқа бола ма, оған жауап беру керек. И жауаптылар жазалану керек. Бірақ біз оны елдегі бір қорғаныс қабілетін жоятындай соған нұқсан келтіретіндей тенденцияға айналдыруға хақымыз жоқ біздің.